5 ақпан күні Алихан Смайылов басқарғаны Қазақстан үкіметі отставкаға кеткен болатыны. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметтің қызметіне жаңа серпін беру қажеттігін, оны жұртшылықта күтіп отырғаны атап өтті. Облыс тұрғындары жаңа жасақталған үкіметтен қандай өзгерістер күтеді? Арнамыздың түсіру тобы бұл сауалдарды тұрғындарға қойған еді. Экранға назар салайық. Жылу, ауызсу, жол облыс құрылғанға дейінгі ең өзекті мәселелер бұл, әлі де өзектілігін жоймады. Бүгінде олар кезең-кезеңмен шешіліп жатыр. Дегенмен проблемалар да жетерлік. Енді жаңа үкімет жасақталды, тұрғындар өзгерістен үмітті. Жаңа үкіметтен қаламыздың көркеюі, өзгерістерін мынау көше тазалығы, сосын жаймен порядкке келе жатыр. Мемлекет басшысы үкіметке үлкен міндет жүктеді. Түйіні тарқамаған мәселелер жетерлік деді. Түбегейлі экономикалық серпіліс жасайтын сәт келді. Ну, в связи с тем, что правительство... Тұрғындардың өмір сапасы жақсарғанын қалаймын. Бұрын Жезқазған облыс болғанда біраз көркейіп едік. Араға біраз жыл салып, енді облыс статусына тағы ие болдық қой. Үкімет өзгерді, енді жақсы нәтижелер күтеміз. Жол сапасы жақсарады, балалар алаңы салынады, жылу жүйесі қалпына келеді деп ойлаймын. Кешегі жаңалықты естіп қуандық. Жаңадан ойын-сауық орталығы ашылайын деп жатыр екен. Балаларға ойнайтын жер жоқ. Например, андай бассейні бар, бір спортивный нелер болу керек қой. Жастар қазір қайда барады? Қашат бәрі. Астана, Алматы деп қашат, Қарағанды деп қашат. Ұлытаулықтар үкімет жұмысында жаңа серпін болатынына сенімді. Ал нақты нәтижелерді көру үшін уақыт керек. Гүлмарат Айдос Өмірбекұлы, Ұлытау телеарнасы.